Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен трайфл деп аталатын ағылшын десертін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бөлек ыдыста шекер мен жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Осындай ақ түсті массаға енгенше араластырамыз. Ұнымызға 1 шай қасық қопсытқыш және какао қосып, барлығын араластырып електен өткіземіз. Егер сіз електен өткізсеңіз, онда сіздің бисквитіңіз үлпілдек және жұмсақ болып шығады. Шекер мен жұмыртқа араласқан массамызға ұнымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ең соңында сұйық май қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Трайфлдың құрамына кететін заттардың қанша көлемде қолдану керектігін видеоның астына жазып кететін боламын. Біздің трайфлдың қамыры дайын, енді оны арнайы формаға саламыз. Менде домалақ форма. Негізі форма маңызды рөл атқармайды. Қаласаңыз 4 бұрышты формаға салсаңыз да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутқа салып пісіріп аламыз. Біздің трайфлдың қамыры дайын. Оның піскенін білу үшін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Ол құрғақ болып шығу керек. Енді трайфлдың кремін жасаймыз. Кілегейді жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Мен кілегейге сгущенное молоко қостым. Және барынша қою крем шығару үшін арнайы крем қоюландырғыш қоспаны қостым. Біздің креміміз дайын. Енді трайфлды жинаймыз. Трайфлды жинау үшін арнайы бөлек ыдысқа видеода көрсетілгендей піскен бисквитімізді майдалап үгіттеп шығарамыз. Бисквиттің үстінен кремімізді жағып шығамыз. Біз кремімізді жағып болдық. Енді шоколадты ганаш құю керек. Ол үшін трайфлдар аздап қаттырақ және мұздай болып тұру керек. Холодильникке тоңазытқышқа салып қоямыз. Шоколадты ганаш дайындау үшін кілегейге шоколадты салып, микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Шоколадты ганашымызды суытып, трайфлдарымыздың үстіне құямыз. Ыстық күйінше құйып қоймаңыздар, ол кремді ертіп жібереді. Мен трайфлды банандар мен грек жаңғағының ұнтақтарымен әсемдедім. Сіздер өз қалауыңызбен клубника, малина қойып сәндесеңіздер болады.
біздің трайфл десертіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Арайлым.